Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгінгі тақырып есімдіктер араб тілінде домайр деп аталады. Яғни сен, ол, сендер, олар деп айтып үйренеміз. Және есімдерге жалғап сенің затың, оның заты деп айтып үйренеміз. Ендеше бисмилля, сабақты бастайық. Хуа ол ұл, хия ол қыз, хума ол екі ұл және екі қыз, хум ол ұлдар, хунна ол қыздар. Әнті сен ұл, әнти сен қыз, әнтума сен екі ұл және екі қыз, әнтум сен ұлдар, әнтунна сен қыздар. Әна мен, нахну біз. Хума және кума жалғаулары ер балаға екі және екі қыз балаға айтылады. Бұл басқа елде жоқ, тек араб әліпбиінде бар жалғаулар. Осы үйренген домайрларды есімдерге жалғап көрейік. Араб тілінде домайр мунфасыл деп аталады, жалғанған домайрлар. Ху ол ұл, ха ол қыз, хума ол екі ұл және екі қыз, хум ол ұлдар, хунна ол қыздар. Ка сен ұл, ки сен қыз, кума сен екі ұл сен екі қыз, кум сен ұлдар, кунна сен қыздар. Я мен, на біз. Алдыңғы домайрларды есімге жалғап көреміз. Хуа қоламуху оның қаламы ұл тегі, хия қоламуха оның қаламы қыз тегі, хума қоламухума ол екі ұл екі қыз қаламдары, хум қоламухум ол ұлдардың қаламдары, хунна қоламухунна олардың қаламдары қыз тегі. Әнті қоламука сенің қаламың ұл тегі, әнти қоламуки сенің қаламың қыз тегі, әнтума қоламукума сен екі ұл екі қыз қаламдарың, әнтум қоламукум сен ұлдардың қаламдарың, әнтунна қоламукунна сен қыздардың қаламдарың. Әна қолами менің қаламым, нахну қоламна біздің қаламымыз. Сөздің асылы кітап деген мағынаны білдіреді. Егер менің кітабым, сенің кітабың, оның кітабы деп айтқыңыз келсе, осы домайрларға жалғайсыздар. Китабуху, китабуха, китабухума, китабухум, китабухунна, китабука, китабуки, китабукума, китабукум, китабукунна, китаби, китабуна. Сөздің асылы хаятун, өмір деген мағынаны білдіреді. Бұл жерде домайрларға жалғанған кезде менің өмірім, сенің өмірің, оның өмірі, ол екеуінің өмірі, олардың өмірі деп аударылады. Тек домайрға жалғайтын болсақ, хаятуху, хаятуха, хаятухума, хаятухум, хаятухунна, хаятука, хаятуки, хаятукума, хаятукум, хаятукунна, хаяти, хаятуна. Сөздің асылы люғатун, тіл деген мағына. Ол мысалға ағылшын тілі, араб тілі деген сияқты мысалға. Егер домайрға жалғайтын болсаңыз, соңғы тамыр ботасы ашылып, келесі домайрлар жалғана береді. Люғатуху, люғатуха, люғатухума, люғатухум, люғатухунна, люғатука, люғатуки, люғатукума, люғатукум, люғатукунна, люғати, люғатуна. Сөздің асылы хәл, жағдай деген мағынаны білдіреді. Ол жерде менің жағдайым, сенің жағдайың, оның жағдайы деп айтқыңыз келсе, осы домайрларға жалғайсыздар. Халуху, халуха, халухума, халухум, халухунна, халука, халуки, халукума, халукум, халукунна, хали, халуна. Қолами алал мактаби, менің қаламым партаның үстінде. Китабуху фил фасли, оның кітабы сыныпта. Ма луғатука, сенің тілің қандай? Кайфа хаятуки, өмірің қалай? Қыз тегі. Дәптерлеріңізге дәл осындай алып көшіріп, жаттап алыңыздар. Өйткені алдағы уақытта керек болады.